Asil Style Breakfast каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға Blondis бәлішін ұсынамын. Blondis бұл әлемге танымал браунидің какао ұнтағысыз жасалынған нұсқасы. Егер де сіздер де мен жолдасым секілді десерттерде какао ұнтағын болғанын қаламасаңыз, бұл рецепт сіздің көңіліңізден шығатынына сенімдімін. Бүгінгі десертті қызым Камила дайындайды, мен оның көмекшісімін. Бүгін десерт шынымен де өте жеңіл дайындалады, сол себепті міндетті түрде балаларыңызбен бірге немесе балаларыңыздың өздері дайындаса болады. Ерітілген сары майға шекерді қосып араластырыңыз, артынан жұмыртқалары біртіндеп қосып араластыруды жалғастырыңыз. Десертте міндетті түрде сары майды қолдануларыңызды сұраймын, себебі өздеріңіз байқағандай ингредиенттер тізімі көп емес, және де әрбір ингредиент бұл бәліштің соңында дәмді болып шығуына өз әсерін тигізеді. Ұрғышпен барлық ингредиенттерді араластырып болғаннан кейін миксермен массаның көлемі үлкейіп ағарғанға дейін ұрып аласыздар. Бұл рецепт үшін қол миксерін қолдансаңыз болады. Маған видео жазуда планетарлық миксерді қолдану ыңғайлы болғандықтан мен оны қолдандым. Әрине қол миксермен ұрған кезде массаны уақыт көбірек кетеді, бірақ орталама 4-5 минут. Планетарлық миксерде 2-3 минут. Видеода көріп тұрғаныңыздай масса ағарып қоюлануы қажет. Кезек құрғақ ингредиенттерде. Құрғақ ингредиенттерін бөліп, яғни бірнеше қадамда енгіземіз, яғни түпке-түпке салып тастамаңыздар, қиын болады. Өзіңіз көріп тұрғандай видеодағыдай бөліп салып, жақсылап араластырыңыз. Масса жақсы араласқаннан кейін ақ шоколадты қосамыз, міндетті түрде какао майы бар, яғни нағыз шоколад болуын қадағаламыз. Алдын ала 180 дәрежеде қыздырылған пешке 25-25 квадратты формаға массамызды құйғаннан кейін, яғни қамырымызды 30-32 минутқа пісуге жібереміз. Блондисті пісірген кезде пеште болатын уақыты өте маңызды, сол себептен 35 минуттан асырмаңыздар, яғни 30-35 минут арасында піседі. Тадам! Блондис дайын. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай түрі керемет. Және де жақынырақ қарасаңыздар, беті кранчи деп аталады ағылшынша. Хрустящий деп айтамыз ғой, хрустящий болып шықты. Іші фаджи, сонда бір ерекше, қатты да бисквитке ұқсамайды, бірақ бисквиттің жұмсақтығы бар. Сонымен қатар шоколадты молдығынан ішінде ортасындағы дәмі бисквиттің, яғни әрдайым дайындап жүрген бисквитке ұқсамайды. Бұны айтып түсіндіру кішкене қиындау, фаджи деп айтылады, яғни іші фаджи, беті кранчи. Сол себепті міндетті түрде өздеріңіз дәмі қандай екенін түсіну үшін өзіңіз бірде болса дайындап көруіңіз керек. Назарларыңызға рахмет. Әр сенбі жаңа рецепті өткізіп алмау үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де комментарияда какао ұнтағы бар рецепттерді жақсы көріп көрмейтініңіз туралы жазып кетіңіздер. Көріскенше күн жақсы болғай.